Қайырлы күн достар, қалдарың қалай? Барлықтарыңа бүгінгі күннің қатты жақсы сәлемін жолдаймын. Бүгін дәл қазір бізде сейсенбі Tuesday 11 айдың 10-ы, яғни бізде Новембердің 10-ы болып жатыр. Дәл қазір жағдайда таңғы 9:30 Денвер қаласынан сіздермен бүгінгі видеода рекап қалай трейд жасағанды қысқаша бөлісуге тырысамын. Бүгін бізде үйде кішкене ремонт болғандықтан дауыстар шығуы мүмкін. Қатты дауыстар шығып жатса ренжімеңіздер, сонда да тезірек сіздерге бөлісуге тырысайын. Бүгін болған кезде American Airlines және NIO деген компанияны трейд жасадық. Барлығымыз NIO компаниясымен трейд жасаған, қалай инвестиция трейд жасаған туралы мен алдында да видеоларда сіздермен бөліскем. Және де біз NIO-ны осымен 2 апта трейд жасап жатырмыз. Өте жақсы трейдинг болып жатыр. Қазір жағдайда команда бойынша өте мықты трейдинг кетіп жатыр. Жалпы 90%, өткен аптада 90%, осы аптада дәл қазір жағдайда 90%-пен пайдалы команда бойынша жүрміз. Бұл өте жоғары көрсеткішке жатады негізінде. NIO-ны барлығымыз білеміз, Қытайдың жаңағы электроник компаниясы. Сіздермен қысқаша тура бөлісе кетейін. NIO компаниясы соңғы уақыттарда көптеген жақсы жаңалықтармен Европаның нарығына шығады деген сияқты жақсы жаңалықтармен қайтты өсті. Соңғы қанша процент, мынау енді процентпен есептейтін болсақ енді неше процент деп айта аламын енді. Бұл соңғы 10 неше доллар Тесламен бірге $17 дейін өсіп, 17-тен енді қазір 48-ге дейін өсіп жатыр дегенде қанша процент енді. Мен енді процентпен есептеу үшін сіздерге басқаша есептелінеді. Проценттің несі болғанда басқаша есептелінеді. Мен болғанда процентпен дәл қанша екенін дәл қазір сіздерге айта алмаймын. Егер менің платформамда болғанда процентпен есептейтін не жоқ. TRADER-это деген менде тағы да бір брокеринг платформасы бар, сода болғанда бар. Бүгін болғанда кішкене ред күн болды, түсті. Неге деген кеше вакцинға байланысты жаңалық шықты. Кеше бір компаниядан вакцинның несі жақсы жаңалық шықты. Соған байланысты акциялар нарық бірақ өсті. Көп компаниялар, мысалы TRADER-дің онлайн компаниялары 30% өсті. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай дауыс шығып жатыр. Жаңағы констракшнға байланысты қазір бізде ремонт болып жатыр. Үйде кішкентай ремонт болып жатыр. Окей. Қандай трейдинг жасадым сіздерге кішкене қысқаша бөлісе кетейін. NIO компаниясы алдымен түсіп алып, одан кейін өсті. Неге өсті? Бұл компания жалпы біз көп трейд жасауға үйреніп қалғанбыз. Таңертеңгі бірінші, 2 минутында кішкентай болдым. Өте аз акциялардың сауда-саттығы болу, үшіншісінен өте жоғары не кіріп жатыр, волум дейміз ғой, мынандай көлем деген жаңағы акциялардың саны. Көп акцияның трейдингесі кіріп жатыр. Бұл жобамен 2,5 миллион акцияның несі кіріп келді 1 минуттың ішінде. Сондықтан тура мен сол жерден кіріп кеттім, бірақ та стоп-лоссым алыс болғандықтан пайда болғанда $85 ғана пайдасымен ең төбесінен сатып шығып кеттім. Бұл болғанда өте жақсы трейдинг болды. Бұны біз скалпинг деп айтамыз, тез кіріп, тез шығу. Одан кейін бұл қайтаран қатты өте үлкен немен құлап кетті. Бұл кезде жаңағы нарық спай, S&P 500-тің нарыққа жалпы Американың экономикасы айтамыз, соның несі қатты құлап кеткендіктен сонымен бірге S&P 500 мына жерде тұр. Мен S&P 500-ті 1 минут 5 минутпен қатарынан көріп отыра тырсам. Сол қатты құлап кеткендіктен бұл да бірге еріп құлап кетті. Бұл жерде Tesla да құлап отыр. Tesla-мен бірге трейдинг жасалынатын сток. Tesla екеуі бір компания болған. Бір саланың категорияның компаниясы болған. Сосын мына жерде шортқа кірдім. Мына бағадан шортқа кіріп бөліп шықтым. Одан қалған барлығы мына жерден шығып кетті. Мен бұл өте жақсы трейдинг болды. Дәл мына жерде шортта мен $400 жасап қойдым. Дауыс шығып жатыр, сонда кешірім сұраймын. Одан кейін қайтадан кірдім. Неге кірдім деген кезде мынандай брейкауттан кірдім. Мынау жерден үлкен брейкаут саппортты бұзды. Осы кезде Tesla болғанда алреди бұзып кеткен болатын. Жалпы не болғанда Tesla'дан кішкене қалып жүреді. Tesla болғанда құлап кеткеннен кейін Tesla'ның біз сигнал ретінде алып NIO-ны трейд жасаймыз. Сосын NIO болғанда сосын кірдік. NIO-ға 2 рет қосып кішкене үлкен сайзбен кірдім. Шықтым, қалған бірақ мына жерден шықтым. Өте жақсы мынау профитпен, процентпен есептейтін болсақ өте жақсы көрсеткішке жатады. Бұл жерде біз $604 NIO-дан осылай жаттық деген сөз. Команда бойынша мен ғана трейд емес, команда бойынша трейд жасадық. Өте керемет трейд болды. Бұны біз команда бойынша дәл сіздерге былай көрсетіп отқандағыдай мен таңертең біз 2 сағат, 3 сағат біз команда бойынша осылай трейдинг жасаймыз. Лайв трейдинг тікелей эфирда, мен трейд жасап айтып отырамын, олар да бірге трейд жасап отырады деген сияқты. Ал American Airlines'та болғанда $74 беріп қойдым, ол қалай болды? Түсіп келді. Біз негізі план бойынша болғанда
астын құлайтын болса, осы жерден шортқа кіреміз деп отырғанбыз, қатты құлап келгендіктен мен кішкене өсіп полға жасаған жерден шортқа кіріп кеттім, бірақ та стоп аут болып қалды, стоп аут болып шығып кеттім мына жерден. Неге деген кезде негізі мен стоктарға $200 риск қоямын, бірақ та $85 шығып кеттім. Одан кейін қайтадан шортқа кірдім. Неге дегенде мына жерде бізде кішкентай төртбұрыш жасады, оны біз rectangle деп айтамыз, төртбұрышты жасап consolidation деп айтамыз ағылшынша терминдары. Сосын жаңадан соны астына қарай бұзған кезде кіріп, жартысын шығып, көп көрім осы жерден $85 минусын жауып, одан кейін үстіне қайтадан қосып қойғандықтан үстінен шығып кеттім. Бұл жерден өте үлкен пайдадан қалып қалдым. Негізі әтлес $100-400 пайдасы бұл жерде жасалу керек. Бірақ та енді осындай болады. Сток трейдинг болғандықтан биржалық нарықта кейбір кездерде сіз кішкентай риск ақша қоясыз. Ол жерде рискі бар, бірақ та біз өткен аптаның 5 күннің 4-еуінде де қосумен шыққанбыз команда бойынша, мен ғана емес бұл жерде. Ал енді бүгін кеше 200 қанша, бүгін 600 қанша, ар жағында мен TRADER-дің жаңағы ұзақ уақытқа инвестиция жасайтын аккаунтымда $125 қазір, дәл қазір қатарында тұр, телефонымда көрсете аламын. $125. Сонымен бүгінгі күнде $930 мен негізінде жауып жатырық. Жалпы өте керемет күн болып жатыр. Команда бойынша осы аптаны екеуінде де 90% деп айтып отырғаным, мысалы біз 20 адам, 30 адам трейд жасап жатсақ, соның бір 2-3 адамы өздерінің қателіктерінен болып минусқа кіріп кетуге болады. Ол болғанда біз минусқа кірген кезде мынандай аз минусқа, мысалы мен $600 пайда көрсем, минусым $70 болатындай болу керек деген сөз. Дәл сондай-ақ риск менеджментпен трейд жасаған кезде біз ары қарай жақсы трейд жасаймыз деген сөз. Сіздермен болашақта жалпы басқа форекспен айырмашылығы немесе басқа да трейдингдармен бөлісуге тырысамын. Бүгінгі күннің несі осымен бітіп жатыр. Сіздермен келесі рекап видеода кезгенмін деген ойдамын. Көптеген сіздерге жақсы видеолар жасап отырсам, бізге көптеген лайктар, комменттер және де қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздер қаншалықты комменттер жазасыздар, сіздер қаншалықты лайк басасыздар, сіздер қаншалықты бізбенен қарым-қатынаста боласыздар, қандай видео қалайсыздар, жазып кетсеңіздер, сіздерге үнемі жаңағы жақсы видеолар салып отыруға тырысамыз. Және де біздің тегін кітапшалар бар телеграмда, соған қосылып тегін кітапшаларды жазып отырғызып алыңыздар. Үнемі сюрпрайздар бізде бөлісіп тұрамыз. Веб-сайтымыз бар, сабақтарды іздесеңіздер, бізде веб-сайт бар, сіздерге автомат жауап беретін телеграм боттарымыз бар, және де біздің менеджер жігіттер мен қыздар бар. Соларға хабарласып сабақ туралы егер қызықтасаңыздар информация алуларыңызға болады. Және мен өзімнің инстаграмды салып кетемін. Күнделікті барлық не туралы біз өзімнің инстаграмның сторияға салып отырамыз. Сондықтан сіздер бізбен қарым-қатынаста болыңыздар. Егер сіздерге қызық болса, мен өзім Америка құрама штатының Денвер қаласында тұрамын. Мен туралы өзім туралы интервьюлар бар, видеомен және де жазбаша веб-сайтта, соларды көрсеңіздер болады. Сіздермен енді ары қарай тағы да видеоларды кезгемін деген ойдамын. Барлықтарыңызға табыс, күндеріңіз көңілді өтсін.